Жатпаса да таңдайымнан бал тамып, жүрген жоқпын бос қиялға малданып, жыр тұлпардың тізгініне жармастым, ақындықтың ауылына жалданып. Осындай сырлы жырларымен оқырман жүрегіне жол тапқан қазақтың ақын қызы Шырын Мамасерікова. Ол Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Жыл құстары, Гәкку, Назерке, Нәзік нақыш, Асылдың сынықтары, өлеңімнің әр жолы өмір баян, Әулие бабам Сыпатай, Фатима, Бақыт сынды кітаптардың авторы. Еңбек жолын ұстаздықтан бастап, кейін мәдениет пен қоғам саласында жемісті еңбек етті. Меркі аудандық тарихи-өлкетану музейі ашылған күннен бастап 17 жыл бойы оның директоры қызметін атқарды. Қоғамдық жұмыстарға да белсене араласып, 4 рет Қазақстан КСР жоғары сотының халық заседателі, 2 рет аудандық кеңес депутаты, аудандық мәслихат депутаты болып сайланды. Еңбегі еленіп, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі белгісімен, ерен еңбегі үшін медалімен марапатталған. Осы орайда Меркі аудандық тарихи-өлкетану музейінің атынан қазақтың ақын қызы, ардақты тұлға Шырын Мамасерікованы 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жырыңыз жүректерге шуақ, сөзіңіз рухқа қуат бола берсін. Қаламыңыз талмасын, шығармашылық шабыт пен ұзақ ғұмыр тілейміз.